Абыш. Не? Абыш, мен осы ойланам да ше. Менің достарым мен қаншалық сыйлайды екен? Өтірік бетіме келіп, сыртынан жамандап жүрмей ме екен, Тыныштық ба? Неге ондай ойға келдің табан асты? Білмеймін, просто қызық болып отыр да. Достарымның арасында менің орным қандай екен? Маған шынайы көзқараспен қарай ма, әлде алдамшы ма екен? Бір жағынан дұрыс айтасың. Дос екіге бөлінеді. Адал және амал. Арамызда амал достар болуы мүмкін. Бірақ оны ешкім білмейді. Соларды бір тексеріп көрсін бе екен, Оны қалай тексересің? Балгерге барып көрсемші, балгерге. Сөйтпейтін шығасың? Енді басқа қандай жол бар? Достармен басқа ағынан сөйлесіп, әңгімесіне тексеруге болады ғой. Мысалы қалай? Мысалы, көмек сұрау арқылы. Онда мен сөйтіп көрейін, Аға, бұлай ойлауыңыз қате сияқты ғой. Достарыңыз сізге адал сияқты ғой. Оларды сынап көруіңіз үлкен қателік. Сен сабағыңды оқи берші, балдардың тірлігіне араласпай. Мен әшейін әңгіме болсын деп айтып жатырмын. Сіз әңгіме қылып емес, жоспарлап отырсыз ғой. Балгерге барам деп. Балгерлерге сене бермеңіз, ол өтірік айта береді. Болды, не көп сөйлей бересің? Өзіңіз біліңіз, бірақ мен бастысы ескерттім. Кейін ойбой, Айнұр, сен дұрыс айтыпсың деп жүрмеңіз. Қойшы. Айнұра, привет, қалайсың? Не болды ойға, шомалап кетіпсің ғой? Қыздар қалайсыңдар? Жоқ, бір нәрсе ойынан кетпей қалыпты. Ол не ой, құпия болмаса да бізге айтсай, бір көмегіміз тиіп қалар. Жаңа дұрыс айтады. Қыздар, сендер жалпы балгер дегенге сенесіңдер ма? Ол кім өзі? Анау ма? Типа адамдардың өмірін болжап көріп беретін бе? Сол ғой, қолына қойдың құмалын ұстап алып, әңгімен соя отыратын адамдар емес па, Дәл өзі. Оны неге сұрадың? Әлде балгерге бармақ ойың бар ма? Жоғы, құдай сақтасын, үйдегі ағам ғой. Балгерге барып, достарымды қандай адам екенін білсем дейді. Ойбай, соған бола енді балгер керек па? Онысы қиын екен. Енді мендегі мақсат ағама балгердің өтірік екенін дәлелдеп беру. Оны қалай дәлелдейміз, қыздар? Қандай ойың бар? Қыздар, маған бір идея келді. Қандай? Ойлаш. Ана балгер тура айтса. Жұрттың бәрі соған барады ғой. Біреулер қойын жоғалып дейді, біреулер сиырын жоғалып дейді. Соларға шынымен тауып берем екен, Білмеймін, соғы жауаптарын айтпайыз ғой. Не болса да барып көрейік, не айтады екен? Охо, жігіттер, мен кімді көрттің? Ағайынды жігіттер болып қаяға баратсыңдар? Сендер бірге жүргендерін көрмегелі қай заман? Кәдімгідей бір-бірлер жоспарлап кетіп баратсыңдар ба? Біз анау үйге бір-екі продукты жетпей қалған, соны әкелуге бірге баратырмыз. Бір жағынан екеумізде бос болғансын, бірге барайық деп шештік. Сен екеуі магазинге баратқан адамға ұқсамайсыңдар ғой? Короче, біз кешке жағын футбол ойнап жатыр, соған бізге қарай өтсе? Магазинге барып кешке қарай бізге келсеңдер. Как раз футболға бір адам жетпей тұр. Кел, күтеміз. Болды, жігіттер, жақсы жолығамыз. Жақсы ағалар. Давай. Артынан болсын. Қозушысы ғой? Тоқта. Жат. Бара ғой. Ойдай, бізге емес екен ғой, осы қайсан ғой. Қызық болды. Кеп қалған ба?
Ассалам қайда? Ассалаумағалейкум, балгер ата. Алейкум ассалам. Қандай ата? Қандай ата? Балгер мырза дейді мені. Мырза дейді. Не болып қалды? Айнұр, сен ақ көшеде жүрсің? Уағалар, қалайсыздар? Сендер жиналып алып не істеп жүрсіңдер? Тыныштық па? Бүгін таңғажайып оқиғалар болып жүр ғой. Біреуді іздеп жүрсіңдер ма? Я сол Сәкен аға мен Абошты іздеп жүргенбіз ғой. Жаңа екеуі магазинде деп кетіп бара жатқан. Сендер жынсыңдар ма? Бір үйде тұрып бір-бірлерінің не істеп жүргендерін білмейсіңдер, Әлде бір-бірінен қарсы жүрсіңдер ме? Қоя тұрш, тыныштық па, айта берші. Айнұрдың сіздерге айтар ұсынысы бар. Я, негізі олар дүкенге кетпеді. Не дейді, сонда қайда кетті? Олар бір нәрсе білдіріп жүр деп ойлаймын. Бәсе, жаңа көздерінен байқадым, өтірік айтып тұрғандарын. Қорқып едім бірге жүргенінен. Олар осы ауылдағы балгерге кетті. Бұл әңгіме сіздерге қатысы бар, сол үшін жақсылап тыңдап алыңыздар. Олар балгерге сіздер туралы айтуға кетті. Қалай сонда бізден бір нәрсе күдіктеніп жүр ма? Олар жалпы сіздер қандай адам, жалпы қандай дос екендеріңізді білуге кетті. Так сөйтіп, мүмкін сіздердің достықтарыңызға күмәндануы әбден мүмкін. Ал біз сол балгердің әңгімесінің өтірік немесе шын екенін дәлелдеу үшін сіздерге келдік. Бізден не көмек керек? Ол таза қуады екен ғой. Бізден сұрамайды ма? Біз айтамыз оған бәрін. Жұмбақтан осы екен ғой. Сол үшін сіздер бай жасасыздар. Балгердің үйіне барып, мен мағам мен інімді шыққанын күтіп тұрасыздар. Одан кейін жасырын үйге кіріп кетесіздер. Сөйтіп балгерге барып Сәкен аға туралы сұрайсыздар. Сіздер оның әңгімесі өтірік пе, әлде шын бе, соны байқап көресіздер. Ал өтірік болса ше? Түсіндім, егер балгер өтірік болса, Сәкенге сен сондайсың деп айтамыз ғой, дұрыс па? Сөйтіп ол ақтала бастайды, солай ма? Дәл өзі дұрыс айтасыздар. Сол, мен бір достарым бар еді, солар арам ба әлде адал ма соны біліп беріңізші. Достар дейсіңдер ғой. Достар. Қайғысыңдар достар дейді. Жақсы, дос десеңдер, достардың адал арам туралы қазір айтып береміз. Қазір біздер құмалақтарын сайраңдар. Тастар, қандай біздің достар. Жайнаңдар, бұлбұл құстай сайраңдар. Сіз дегенім амал ма, достарым менің арам ба? Не болды, балгер аға? Жақсы емес. Сендер байсыңдар ма? Иә. Үйлерің деу ма? Иә. Бес бөлмелі ме үйлерің? Иә. Міне. Мынау айтып жатыр. Көрдіңдер ма? Бұл айтады. Сендердің достарың өте арам. Пайда күнем. Мынау айтып тұр. Сендердің байлықтарыңа бола жүр. Ондай достардан аулақ болыңдар. Аулақ жүріңдер. Әзірден білмеңдер, достарының өте сондай пайда үшін жүретіндер. Болды, рахмет балгер ата, біз кеттік. Абай бол. Ей. Ақша бермейсің. Қазымда астымен бар еді. Не бар еді? Ал мен десе, немесе қайырсың ба не? Бір исат суда. Жүз теңге беріп кетті. Достар емес, өздері арам құмалар. Балгер болмады. Балгердің үйін тез тауға. Анау Сәкен мен Абош қой. Осы балгердің үйі екен ғой. Түсінікті. Балгердің үйіне кет.
Мыналар не ағып жүр, жынды ма? Мен аға. Бізді аңды жүрген жоқ па? Бұлар біздің балгерге барғанымыз қаяқтан біледі? Кетті ағаны көреміз. Ей! Қайдан жүрген өмір топырлап? Россиядан келесіздер ме неме? Топырлап алыпсыңдар. Біз бір мәселемен келіп едік. Так. Я ұзақ уақытыңызды алмаймыз. Дұрыс, уақытты алмаңдар балалар. Біздің бір досымыз бар еді. Ол үнемі бізден қашатта жүреді. Сол бізге ренжіп жүрме, әлде басқа ма, сол туралы білуге келдік. Я сол бала туралы айтып беріңізші. Жалғыз жүре ма? Аты кім? Сәкен. Алалай болса қызыл гүлдей жайнаңдар, құмалақтарым бұлбұл құстай сайраңдар. Бұл не дейді? Дегенде де бүй дейді. Міне. Сәкен ол өте кедей жігіт екен. Мұнымен кедей дей ма? Жерге су жерген наны жоқ. Кедей ма? Солай ғой. Сосын сәл шумо. Адамдармен араласамай тартып жақпады екен, я? Мұна ағайын таза қуады ғой. Үйдің жалғыз баласы. Солай ғой. Ол үйінде жалғыз бала ма не сонда? Оның үйінде Абуш деген інісі бар деп естідік. Кімді? Мә. Ол Абуш туысқаны. Маға таза қуады екен ғой. Алса ғой ма? Туысқан ол әшенің арнасында келіп жүрген ол үйдің жалғыз баласы. Ол жағдай жоқ болғаннан кейін сендерге ілес алмайды. Қайтеді. Солай емес па? Иә, таза білгіші кетсін. Мен не күледі? Мен дұрыс айтып жатқан жоқпын мен? Дұрыс айтып жатырмын мен? Иә. Дұрыс па деме? Дұрыс па? Мен құмалақтарым алдамайды. Жалпы түсінікті енді, не үшін ол біздің ортамызға келмейді? Болды Абуш, үйге қайттық. Соңына дейін тыңдайық та. Болды оның қандай балгер екенін түсінікті ғой. Үйде Айнұр бар, соны ойласай. Ол да бар ғой, кеттік. Аға, қайда барып келдіңіздер? Әшен далада серуендеп келдік. Қалай серуендедіңіздер? Онда мен құрбарымен барып ойнай берейінші. Жақсы, бірақ алысқа кетпетсің ба? Жарайды. Қыздар байқадыңдар ма, істеген жоқ қой? Я, байқалып тұр. Достарын көріп қалды шамасы. Сөйттау, кеттік енді біз балгердің үйіне барып көрейік. Достар әлі сөрде отқан шығар. Я, кеттік. Айбы, Абуш, жаңағы балгерің тупой болды ма? Мен зорғадан шыдап күлкімді ұстап оттым ғой. Сонда Айнұр дұрыс айтқан ба? Примерно сонда болды. Еще оған ақша бергенімші. Сонда аналар да оған ақша бере ма? Ол ақша үшін жұмыс істейді олар. Еще оны балгер мырза деп әлде қандай қып. Зато барғанымыз қызық болды. Қандай адам екенін білдік. Енді оған бармаймыз. Ағай, кірсек бола ма? Көріп тұрсыңдар ғой алдында адам бар ғой қыздар. Ағай, мына қыз кім екенін айтып беріңізші. Қай қыз? Қай қыз? Ол қызды көрмесем мен қалай айтып беремін оны? Қыздар кіріңдер. Маған сезбей тұрсың ғой деймін. Саламатсыз ағай. Келе қойын. Ой, айналай. Қай қыз айтып берейін? Мына қыз ба? Ағай, егер де сіз шынымен-ақ балгер болсаңыз, мен атымды айтып беріңізші. Ой, білмеймін. Тақ етіп. Неге айтпаймын? Айтам атыңды. Так, сенің атың?
Senin atың бас harfini айтсаң маған. А. О, біліп ем. Көрдіңдер ба? Білдім мен. Бұның бас harfi А. Так, сенің атың А. Аяғын айтсашы. Аяғы harfi. Ағай, оны да біз айтуымыз керек па? Енді. Егер сіз шынында балгер болсаңыз, өзіңіз тауып алмайсыз ба? Мен табамын. Табайын деп келе жатырмын. Мен табамын. Бірақ А harfi мен соңғы harfini айтсаңдар. Мен табамын. Қандай? Р. О, көрдің ба? Айттым ба мен Р деп? Р. Бас harfin А ғой. А, Р. Сенің атың Анар. Дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Ай, фу, Анар деп. Ай, Жанар. Дұрыс емес. Көрдіңіздер ме ағалар? Бұл балгер ештеңке білмейді. Еще өзін балгер санайды. Менің көзімен жетті. Жігіттер, қыздар кеттік. Я жүріңдер. Айнұр, сен дұрыс айтып кет. Айнұр. Мен атыңды Айнұр деп айтайын деп жатқам. Енді айтайын деп жатқам. Тоқтаңдар, ай, жігіттер. Бір тиін аламадың мыналардан, а? Пысыңдар ше мыналар. Не Айнұр дей самады мынаның атына? Ол таза қып-қызыл өтірікші екен ғой. Сәкен туралы айтқан бір сөз дұрыс емес. Таза үйінде жалғыз деп қояды. Еще Айнұр туралы айтқандарының біреуі де дұрыс емес қой. Менің атымды білмей тұрған адам кімнің қарындасы екенімді қақтан білсін. Сол адамға ағам қалай сенбеді. Мен айттым ағама, бармай қойыңыз. Мен тыңдаңыз. Тыңдамайды ғой мен. Енді сен ағаңды балгерлер өтірікші екенін дәлелдеуіміз керек. Бағана келіскендей, сендер Сәкен ағаға барлығын айттыңдар. Мән-жайдың барлығын түсіндіріп. Одан кейін не деп айтқанын бәрін түгел деп айтыңыздар. Не үшін бардық деп бәрін түгел айтыңыздаршы. Мен ағама түбі дәлелдеймін. Біздің Айнұрды көрдіңдер ме? Айтқанынан қайтпайды. Атақ біздің Айнұр істегенсіз сонына дейін бітіретін батыл қыз. Қойындашы мені ұят жеріңдер ғой. Аға, сіздерді достарыңыз шақырып жатыр. Қойшы, рас па? Я, рас. Ұят болды олардың. Беттеріне қалай қараймын енді? Аға, барыңыз, сөйлесіңіз. Айтпесе біздің балгерге барғанымызды көріп біліп қояды. Достарыңыз уже біледі. Қалай сонда? Аға, мен сіздердің балгерге барғандарыңызды айтып қойдым. Қуасың ба, не үшін айтасың? Мен емес Құғынбай, сіздер. Қақтағы жоқ бір балгерге сеніп. Барып, не шешсіңіздер ал? Ой, қош сені. О, бауырым, қалайсың? Жақсы өздерің. Неге көңіл күйің түсіп бозарып кеткен? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Шынында айтшы, Сәкен, не болып жатыр? Не үшін сен баяғыдай болмай қалдың? Әлде ренжіп тұрсың ба? Жоқ, сендерге ешқандай өкпем жоқ. Біз барлығын білеміз, Сәкен. Сен біздің достығымызға сенбей қайдағы жоқ балгерге барып жүрсің. Айта бер, бауырым, біз бәрінен хабардармыз. Оны айтқан мен едім. Сіз достардың шын бет-бейнесін білмеген соң балгерге бардыңыз. А мен сізге өтіндім, бармай қойыңызшы деп. Негізі ағама айтқан мен едім. Кешіріңізші аға. Кешіріңдер, жігіттер. Мен сендердің шынайылықтарыңа сенбеп едім. Бұл ойым қате болды. Білмеймін неге олай ойлағанымды. Алайда маған Абош айтқан, бармай қояйық деп. Бірақ мен бардым. Бәріне мен кінәлімін, мені кешіріңдер. Бірақ сендер балгерге не үшін бардыңдар? Оны сен қайдан білдің? Сендердің сырттарыңнан байқап қалдым. Сен сонда біздің әңгімемізді естіп отырдың ба? Әрине, мен туралы бір сөз дұрыс болмады ғой. Әше сен кедей деп қояды. Абош жерінің туысқан екен ба? Еше қарындасының атын білмей тұр. Ал сендер біздің барғанымызды қайдан білдіңдер? Негізі ұйымдастырған біз едік. Негізі қарындасына бекер сенбедім. Болды аға, енді біз балгерге ешқашан сенбейміз. Болды, бәрі құрсыншы.